Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін Pinduoduo сайты қай күндері демалатынын айтатын боламын. Жалпы Қытайдағы мерекеге байланысты Pinduoduo сайты 15 күн аралығында демалады, яғни 2 апта бойы Pinduoduo сайтында кейбір магазиндер жұмыс істемейді. Және сол аралықта карголардың көбісі жұмыс істемейді, яғни тек бір ғана карго жұмыс істейді, ол жаңа пост каргосы. Яғни олар Pinduoduoның ресми серіктестігі болғандықтан тоқтамай үздіксіз демалыссыз жұмыс жасай береді. Яғни сіздер Pinduoduoдағы демалысқа қарамай заказ бере бересіздер. Енді бүгін сол демалыс аралығында қай магазиндер ашық тұрады, сол туралы айтатын боламын. Ең алдымен осылай Pinduoduo сайтына кіреміз. Кіргеннен кейін мына екінші батырмада осылай қызыл жазумен жазылу тұр. Соның үстінен басып кіреміз. Кіргеннен кейін байқасаңыздар, көбісінде осындай қызыл батырма тұр. Яғни ол дегеніміз қызыл батырма сол демалыс күндері ашық тұратын магазиндердің белгілері. Яғни сіздер осы жерден тек қана ашық тұратын магазиндерді көре аласыздар. Және де заказ беретін кезде, мысалы, бір товардың үстінен басып кіремін. Кіргеннен кейін заказ беретін кезде астында қызыл батырманы басып, осы жерде мінекей жаңа пост деп тұру керек. Яғни жаңа пост каргосы тұру керек. Осылай жаңа пост каргосын таңдап, яғни демалыс күндері де сіздер заказ бере бересіздер. Егер осы видео пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.